Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз бәйтерек монументі. Оқу мақсаты мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Бәйтерек Астанадағы архитектуралық құрылыс кешені, сәулет өнерінің бірегей туындысы. Елорданың ең көрнекті ғимараттарының бірі заманауи қаланың көркем бейнесін аша түскендей. Есіл өзенінің сол жағалауында бой көтерген зәулім бәйтеректің биіктігі 97 метр. Астана қаласының елорда мәртебесіне ие болған жылға байланысты таңдалған. Диаметрі 27 метр. Металдан, әйнек пен бетоннан жасалған бұл теректің ұшар басында алтын шар орналасқан. Күннің шапағына шағылысып, әртүрлі түске құбылып тұратын хамелеон әйнегінен жасалынған шардың диаметрі 22 метр, салмағы 300 тонна, ауданы 1553 метр квадрат. Бәйтерек нысаны 3 бөліктен тұрады. Жер асты бөлігі ұлттың тамыр жаюы, ал одан кейінгілері өркендеу кезеңдерінің нышандарын білдіреді. Ең жоғарғы жағында аялы алақан композициясы орын тепкен. Осынау ғаламат шардың панорамалық залынан Астананың бүгінгі сәулетін тамашалауға болады. Панорамалық залдың ортасында 17 жапырақтан тұратын 17 түрлі әлем діндері өкілдерінің қолы қойылған ағаш глобус орналасқан. Ал қасында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алақанының ізі бар. Егер алақанға қолды қойып арман тілек тілесе, орындалады деп айтылады. Астананың орталығында көкке бой созып тұрған бәйтерек қазіргі Қазақстанның нышан символы. Қазақ халқының қайта өрлеуі мен түрлеуінің, мемлекеттігінің, биіктік пен тереңдіктің, кеңдіктің белгісі, дархандықтың көрінісі іспетті. Бәйтерек халықтың ең көп баратын демалыс орны. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар, оқушылар, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: елорданың ең көрнекті ғимараттарының ерекшелігі неде? Екінші сұрақ: неліктен бәйтерек құрылыс кешенін Қазақстанның нышан символы деп атайды? Есте сақтаңыз оқушылар, кәсіби сөздер белгілі бір шаруашылыққа, кәсіпке байланысты қолданылатын, жалпы халыққа бірдей түсінікті бола бермейтін, қолдану өрісі шектеулі сөздер. Қазақ тілі кәсіби сөздерге бай. Енді оқушылар мысал келтіріп көрейік. Қол өнершілікке байланысты кәсіби сөздер: пышқы, араның түрі, шербек, араның үлкен түрі; ыңғыру, ағаш оятын құрал; шуыр, бұрап тесетін құрал; пәрбі, шойын тескіш; атауыз, шеге суырғыш. Мақта шаруашылығында қолданылатын сөздер: пая, мақтаның сабағы; шиет, мақтаның тұқымы; терімші, мақтаны теретін адам. Жүгері шаруашылығында қолданылатын сөздер: дүмбі, пәшік, сота және тағы басқа сөздер екен. Мал шаруашылығында қолданылатын сөздер: жүген, құрық, шылбыр, тізгін, қамшы, бишік, ертұрман, терлік, тоқым, доға, қамыт және тағы басқа сөздер. Жалпы барлық шаруашылыққа, барлық кәсіпке байланысты өзінің жеке-жеке сөздері бар екен оқушылар. Кәсіби сөздер туралы жалпы ақпаратты алып болсақ оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Оқулықтың 62-ші бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтіндегі терминдер мен кәсіби сөздерді тауып, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Яғни, дәптерді екі бағанаға бөлесіздер. Бірінші бағанаға термин сөздер, екінші бағанаға кәсіби сөздерді жазасыздар. Оқу тапсырмасы. Оқулықтың 63-ші бетіндегі үшінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді түзетіңіздер.